Assalamualaikum достар, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін пирожки жасайтын боламыз. Алдымен картошкамызды жуып тазалап, суға пісіріп аламыз, дәміне қарай тұз саламыз. Кейін бір пиязымызды ұсақтап турап, табаға май құйып, қуырып аламыз. Картошкамыз піскеннен кейін қуырылған пиязымызды салып, сары май салып, пюре дайындайтын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Жақсылап езіп, суытып қоямыз. Қамырын илейміз. Ол үшін бізге айран керек. Кейін жұмыртқаның сарысын салып, 2 ас қасық қаймақ саламыз. Және ас қасық қант саламыз, 1 ас қасық. Және 1 шай қасық тұз. Одан кейін 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Және ас содасын салып, араластырып, ұнды илектен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, 20 минуттай тындырып қоямыз қамырды. Тынған қамырды қалауымызша бөліктерге бөлеміз. Ұсақ немесе үлкен қылу өз қалауыңызда. Кейін оларды дөңгелек етіп жайып шығамыз. Салмасын салып, шеттерін біріктіріп, кейін оқтаумен бір рет ақырындап жаямыз. Барлығын осылай видеодағыдай шеттерін түйіп, үстінен оқтаумен жайлап басып шығамыз. Кейін қызып тұрған майымызда пирожкилерімізді екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Сүлгінің үстіне саламыз піскен пирожкиларымызды. Барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Пирожкиларымыз өте жұмсақ болып шығады, әрі сондай дәмді. Балаларға да, үлкендерге де барлығына ұнайды. Сондықтан дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.